Ассалаумағалейкум достар, сізбен бірге Ерак кезет достар. Біз бүгін корпоратив ойнайтын боламыз. Көптеген адамдар маған екінші бөлім түсірші деп жазыпты. Енді біз тағы да не істейтін боламыз достар. Бүгінгі видеода біз қалай мынандай тиын жинау керектігін айтатын болам. Егер достар сіздер білмесеңіздер, достар, ол үшін бізге аккаунт ашу керек болады. Қараңыздар, осы жерге басып и прогрессті сақтау деген басамыз. Егер сіздерде орысша болса да осы жерге басамыз. И және осы жерге басамыз. Негізі бұл жерде сіздерде де не бит шықпайтын болады. Үшін егер сіздер айтатын болам, егер 20-30 лайк жинаса. Ал сөйтіп барып аккаунт ашқаннан кейін негізі нерге басып мынаны басып прогрессті сақтау деген осы жерде бір нәрсе болатын еді. Сол жерде өз гмайлдарыңызды жазып, кодтар жазып істейтін боласыздар. Егер 20-30 лайк жинаса, жаңағыдай айтқанымдай барлығын түсіндіріп өтетін боламын. Достар, біз бүгін енді нердегі тапсырмаларды орындап мынандай тиын алатын боламыз. Так, мультиплеерде 2 көлік сатылады дейді. Біз айшыны сата саламыз, сол оңай бізге. Ал кеттік. Так, біз бір левой машинаны 1 теңгеге сата салайық. Мысалға осыны, осыны сата салайық. Ал кеттік. Қазақтың 1 теңге, 2 машина сатамыз, сөзі бізге қамша бір 15 тима береді. Ал кеттік. Машинаны сатуға кетті. Поехали. Достар, машина сатуға кетіп баратырмын. Қазір осыны достар, сәл машина корпоративін қатып отқан сияқты. Қазір 1 теңге сатсақ, машинаны точно алатын сияқты. Соны өдім. 1 теңгеға любой машина алады. Давай, кеттік. Окей, так. Бағасын 1 теңге. Нерге? Мал, достар. Біреумен жолдан шығарып тастады, үстіме мініп алды. Ё-май. Кетті, тағы да бар ойға, енді точно кеттік. Ё-май, ғой жәнлі. Так. Срочно. Давай, кмат. 1 теңге. Давай, алсыңдаршы. Алмайсыңдар ма не? Не алсыңдаршы? Болды, біздің көліміз 1 теңгеге сатылды. Ал кеттік, тағы да бір машина сататын боламыз. Достар, қараңыздар, біз тағы да бір машинаны сатсақ, бізге 15 тиын беретін болады. Енді кетіп осы машинаны 1 теңге сата саламыз. Так, достар, мен машина келетін жерге келдім. Енді 1 теңге сат жеру керек. Тез. Давай, 1. Хоппа. Давай, алсыңдар ше. Не болды, 1 теңге алды. И достар, бізде енді 15 теңге болды. Қараңыздар, 15 теңге көп еді, слайд жеттік. Кеттік, сендерге көрсететін боламын. Достар, міне өзі бізде 80 тиын болды. Кайф. Так, достар, мына тапсырмаларды да орындау керек бізге. Бірақ мен орындамаймын, уже ертең орындаймын. Так, енді сіздер,
машиналарымды обзор жасап кетейін. Негізі алдында да обзор жасағанмын. Міне достар, мен басты біздің машинам осы шын теңге сатылатын бір машинамен ауыстырып алғанмын. Осыны қараңыздар. Міне осындай. Енді сәл лай болып тұр. Так. Достар, короче, енді екінші бөлім, жоқ, бұл өзі екінші бөлім, үшінші бөлімді сіздерге көрсетейін ба, қалай аккорд ашу керек екен осы жерден сіздерге айтатын боламын. Так, не істейміз енді. Ал сіздермен болған KZ видеосымен аяқталды.